Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 88-ші сабақ. 20-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Енді мына сұрақтарға жауап берді. Мына жерде сұрақтарға жауабын екінші жағына жасыл түсті. Бұл жауаптарды. Қажымұқан Мұңайтпасов кім? Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш палуаны. Ол спорттық жолын қайда бастады? Ол спорттық жолын Петербургте бастады. Қай мемлекеттерде өткен белдесулердің жеңімпазы болды? Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. Оның әлемге танымал болуының сыры неде? Ол әлемді өзінің күшімен таңғалды. Мәтіндегі етістіктерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт. Мәтіндегі етістіктерді қызыл түсті сызықпен, екі сызықпен сызып қойдым. Етістіктер бастады, жетті, болды, болған және берілді. Бұл жерде бастады туынды етістік. Өйткені бас түбірі қа, жұрнақ, д, жалғау. Бастады туынды етістік. Ал жетті, болды, болған, берілді, бұлар негізгі етістік. Ары қарай 21-ші жаттығуға қарайық. Берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жатыр. Яғни зат есімге жұрнақ жалғау арқылы етістікке айналдырамыз. Мысалы, кезек, кезектес, жыр, жырла, ой, ойла, немесе ойлады, шеге, шегеле, би, биле, қыз, қызда. Өзің қалаған 2-3 туынды етістікпен сөйлем құрап жаз. Бірінші, Айман қазақ биін биледі. Тақтадағы тапсырманы кезектесіп орында. Арман балтаның сабын шегеледі. Ары қарай 22-ші жаттығуға қарайық. Ребус берілген, ребусты шеш дейді. Бұл жерде аққу, аққудың соңынан 2 әріпті алып таста дейді. Сонда ақ деген буыны қалады. Одан кейін тауық. Тауықтың соңынан 3 әріпті алып таста деп. Сонда алдынан 2 әріп қалады. Бен қосқанда бізде ақта деген сөз шығады. Ребустың кешуі ақта. Кешуіндегі сөздің қандай етістік екенін айт дейді. Ақта ол туынды етістік. Өйткені түбірі ақ зат есім, та деген жұрнақ жалғану арқылы етістікке айналады. 23-ші жаттығуға қарайық. Төмендегі үлгіні басшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеді. Мысалы, ақта. Ақта туынды етістік. Өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі тың есім. Оған та жұрнағы қанып қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік. Мына жерде ұсақта, ұсақта жазылмай қалыпты. Ұсақта ол туынды етістік. Туынды етістік. Өйткені ұсақ түбірі ұсақ. Қандай ұсақ? Яғни ол сын есім. Қа деген жұрнақ жалғанып,
та деген жырнақ қимылды білдіріп. Ұсақта ол туынды етістік, өйткені түбірі ұсақ, сын есім. Қа жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Екінші сөз бізде өрнекте. Өрнекте ол туынды етістік, өйткені түбірі өрнек. Не деген сөзге жалғанып, зат есім. Оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп. Қырмала. Қырмала ол туынды етістік, өйткені түбірі тұрма. Не деген сұрақ. Не ол? Зат, тұрма, зат. Ла жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп. Достас. Достас туынды етістік, өйткені түбірі дос. Түбірі дос, зат есім. Тас жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.